Бернардо Силва қай клубқа ауысады? Реал Мадрид пен Манчестер Юнайтед бразилиялық жартылай қорғаушымен келіссөз жүргізуде. Барселона ақыры дегенде әлемдік деңгейдегі қорғаушымен келісімшартқа отырады. Ал Милан португалиялық жұлдыз Рафаэль Ляомен қоштасуды жөн деп тапты. Ойыншының мансабын қайда жалғастыратын және басқа да көптеген футбол жаңалықтарын бүгінгі шығарылымнан көретін боласыздар. Міне, шағын үзілістен кейін біз қайта оралдық. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Арнамызға алғаш рет кіріп отырған көрермендер үшін таныстыра кетейін. Біз шетел бол арнасы сіздермен бірге әлемдік футбол жаңалықтарын талқылаймыз. Пікір алмасамыз. Ең бастысы қазақ тіліндегі спорт контентін дамыту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Егер осы шығарылым 500 лайк жинаса, бірден жаңасын түсіруге кірісеміз. Ендеше көңілімізді қалдырмай, белсенді болыңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Осылайша біздің контенттің көп қаралым жинауына көмектесесіздер. Сондай-ақ арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен А сериясындағы жаңалықтарға, нақтырақ айтсақ, Рафаэль Ляодің жағдайына тоқталайық. Жуырда Милан жұлдызды футболшысын сатуға дайын деген ақпарат тарады. Бұған оның оғаш мінезі себеп болған. Жағдай Лациоға қарсы матчтан кейін ушықты. Кездесудің 66 минутында Ляо алмастырылып, бас бапкер Массимилиано Аллегридің шешіміне наразылығын білдірді. Оны Миланның қақпашысы Майк Миньян сабырға шақырмақ болғанымен, шабуылшы оны итеріп жүрген. Жалпы Ляодің келісімшартында мөлшері 170 миллион евроны құрайтын өтемақы қарастырылған. Алайда клуб оны 80 миллион евроға жіберуге дайын. Италиялықтар онымен дәл қазір қоштасқан дұрыс деп санайды. Келісімшарты 28 жылдың жазына дейін жарамды болғанымен, ойыншы тұрақтылығымен көзге түсе алмауда. Кейбір матчтарда жалғыз өзі ойын тағдырын шешсе, кейбір кездесулерде керісінше мүлдем жоқ болып кетеді. Қысқасы, ойыны көңіл күйіне байланысты. Оң аяғымен тұрса бәрі жақсы деген сөз, сол аяғымен тұрса өкінішке орай. 170 миллион евроға оны ешкім ала қоймас. Тіпті араб шейхтарының өзі бұлай шығындалмайды. Ал 80 миллион евро деген ақылға қонарлық сомма. Сұраныс көп болуы мүмкін. Маған оның қай клубта өз мүмкіндігін толық аша алатыны қызық. Ойыншыға Манчестер Юнайтедтің қызығушылығын танытып отырған туралы ақпарат болды. Логикалық тұрғыда әрине бұл трансфер орынды, себебі қазір МЮ Чемпиондар Лигасының жолдамасы үшін күресіп жатыр. Трансферлік кезеңде де белсенді болатыны анық. Сондықтан Рафаэль секілді ойыншыларды осы клубпен байланыстырып жатыр. Ляодің есімі әйгілі болғанымен, әзірге FC26 симуляторында ғана ойыны жүріп тұр. Ойнап жүргендер түсінер. Сіздер қалай ойлайсыздар? Португалиялық футболшы қай клубта өзін көрсете алады? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Айтпақшы, қызыл сойқандарды өткен шығарылымда біз Ньюкаслдың екі ойыншысы Сандро Тонали мен Энтони Гордонмен байланыстырған едік. Енді клуб ішінде Бруно Гимарайштың кандидатурасы белсенді түрде талқыланып жатыр екен. Белгілі бразилиялық порталының мәліметінше, Манчестер Юнайтед 2026 жылдың жазында бразилиялық футболшыны Ньюкаслдан сатып алу үшін 110 миллион евро жұмсауға дайын. Егер қолынан келсе, ол клуб тарихындағы ең қымбат трансфер болмақ. Манкуниандық клубтың қазіргі рекорды Поль Погбаға тиесілі 105 миллион евро. Манчестер Юнайтедтің басшылығы жартылай қорғанысты қайта жасақтауды жоспарлап отыр. Алдағы жазда Каземироның Олд Траффордтан кететінін ескерсек, бас бапкер Майкл Каррик басшылықтың бұл қадамын қос қолдап отыр. Қызыл сойқандардың қазіргі тәлімгері Гимарайш жас талант Коби Майномен керемет дуэт құрады деп санайды. Оның ойынды жүргізуі, допты тартып алудағы шеберлігі және шабуылға тиімді қосылуы Майкл Карриктің жоспарына сай келетін қасиеттер. Осы маусымда 28 жастағы жартылай қорғаушы Ньюкасл сапында керемет нәтижемен көзге түсуде. 35 матчта 9 гол соғып, 7 нәтижелі пас берді. Гимарайш шабуылды бастап қана қоймай, ұтымды тосқауылдармен және жоғары тактикалық сауатымен ерекшеленеді. Дегенмен, Ньюкасл капитанымен келісімге келу оңай болмайды. Оның сауысқандармен келісім шарты 28 жылға дейін есептелген. Әрі Эдди Хау негізгі ойыншыларының бірінен айырылысы келмейді. Егер бұл трансфер жүзеге асса, Гимарайш Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғанысына тепе-теңдік пен креатив қосып, алдағы маусымдарда команданы чемпиондық бәсекеге дейін қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді деп күтілуде. Жақсы ойыншы жарты жеңіс. Сондықтан мұндай трансфер команда үшін үлкен серпін болар анық. Бірақ бұл трансфердің жүзеге асуына мадридтік Реал кедергі келтіруі мүмкін. Мұндай талас тартыстан тек Ньюкасл ғана пайда көреді. Себебі футболшыға деген үміткерлер көбейген сайын баға да аукциондағыдай көтеріле береді. Корольді клуб алдағы жазда Эдуардо Камавингамен қоштасуы мүмкін. Сондықтан Гимарайшты көзінен таса қылмай бақылап отыр. Естеріңізде болса, Реал бразилиялық футболшының кандидатурасын 22 жылда қарастырған еді. Алайда,
Мен бұл трансферге аса қатты сене қоймаймын. Меніңше, егер Бруно клуб ауыстырса, АПЛ-да қалады. Өз үйім өлең төсегім демекші, таныс ортада ойнау оған тиімдірек болайын деп тұр. Оның үстіне қазіргі Реал Мадридтің трансферлік саясаты мүлде басқа. Соңғы жылдары Флорентино Перестің жасы 30-ға таяған ойыншыларды сатып алғанын еске түсіру қиын. Ол көбіне жас таланттарға басымдық береді. Жас келсе іске, сондықтан Мастантуоно мен Эндрик сияқты ойыншыларда сенім артуы заңды құбылыс. Мұны мына ақпаратта дәлелдей түседі. Марка порталының дерегінше, Мадридтік клуб Комо сапында ойнап жүрген Нико Пасты қайтарып алу туралы шешім қабылдаған. Мадридтік клубта бұл ойыншыны кері сатып алу мүмкіндік сақталған. Алдағы маусымда аргентиналық футболшы Реалдың негізгі ойыншыларының біріне айналуы мүмкін. 21 жастағы талант 2024 жылы Мадридтік клубтан италиялық Комо 6 миллион евроға ауысқан еді. Оның келісім шарты 28 жылдың 30 маусымына дейін жарамды. Сірә, Флорентино Перес бұл ойыншының әлі де ашылмаған әлеуеті бар екенін ертерек аңғарып, оны қайтып алу мүмкіндігін қосқан болса керек. Рас, Италияның А сериясын, әсіресе Комо клубының ойынын көп қарамаймын. Алайда ара-тұра көрген матчтарында бұл ойыншының жасына қарамастан өте керемет ойын өрнегін көрсететінін байқадым. Ағымдағы маусымда аргентиналық жартылай қорғаушы италиялық клуб сапында 10 гол соғып, 6 нәтижелі пасты өз атына жазған. Трансфермарк порталының дерегінше, Нико Пастың нарықтағы құны 65 миллион евроға бағаланып отыр. Қалай ойлайсыздар, Сеск Фабригасының командасына жарқырап жүрген жас ойыншы Реалдың негізгі құрамынан орын таба ала ма? Енді әрі қарай АПЛ клубтары жайлы жаңалықты жалғастырайық. Манчестер Ситидің көшбасшыларының бірі Бернарду Силва осы жазда клубтан кетуі мүмкін. Жалпы, бұл клубта да тағы біраз өзгерістер болады деп ойлаймын. Гвардиола үшін бұл Ситидегі соңғы маусым болуы мүмкін деген жаңалықтың өзі көп нәрсені аңғартады. Хасеп Гвардиоланың қол астында Бернарду Силва 18 трофей жеңіп алды. 6 дүркін АПЛ чемпион атанып, клубтың көптен бергі арманын орындап, Чемпиондар лигасын жеңді. Футболшының қалалықтармен келісім шарты жазда аяқталады. Ал оны ұзарту бойынша келіссөздер әзірге жүргізіліп жатқан жоқ. Бұл туралы X әлеуметтік желісінде журналист Экрем Конур хабарлады. Дереккөздің мәліметінше 31 жастағы португалиялық футболшыға ПСЖ қызығушылық танытып отыр. Парижді клуб оны маусым аяқталған соң еркін агент ретінде Қатарға қосу мүмкіндігін қарастыруда. Сонымен қатар Силваға түркиялық Галатасарай мен каталониялық Барселонада көз тігіп отыр. Тағы бір нұсқа Интер Майами клубы. Бірақ менің ойымша Бернарду Силва әзірге ол жаққа бармайды. Ол әлі де бабында және тағы бірнеше маусым бойы Европада жоғары деңгейде өнер көрсете алады. Сіздің ойыңызша Бернарду мансабын қай клубта жалғастыру мүмкін? Ал енді келесі тақырыпқа көшейік. Ақыры Барселона туралы жаңалыққа да жеттік. Осы клубтың жанкүйері болғандықтан мұндай жаңалықтарды оқысам әп-сәтте көңіл күйім көтеріледі. Себебі каталониялық клубтың қорғаныс шебі қазір өте өзекті мәселе болып тұр. Араухо алаңға шыққан сайын жанкүйерлердің алаңдайтыны жасырын емес. Жанкүйерлер ғана емес, Кубарсидің өзі алаңдайды. Қазір әлемдегі ең қымбат қорғаушы саналатын Алессандро Бастони Барселонаға ауысуы мүмкін. Шынын айтқанда, мен бұл трансферді қуана-қуана қолдаймын. Бақ мәліметінше Блаугрананың спорт директоры Деку ойыншының агенті Тулио Тинтимен кездескен. Ал футболшының өзі Италиядағы тұрақты қысым мен жағымсыз атмосфераға байланысты А сериясынан кеткісі келеді екен. Шынымды айтсам, бұл әңгімеге толық сене қоймаймын, бірақ сондай ақпарат бар. Бастони басқа клубтармен келіссөз жүргізуден бас тартып, басымдықты Барселонаға беріп отыр. Егер рас болса, бұл тамаша жаңалық болмақ. Сонымен қатар Миландық клуб ойыншының трансферлік құнын 80 миллион евродан 50 миллион евроға дейін төмендетуге дайын екені айтылуда. Бұл Барселона үшін трансферді жүзеге асыруды одан әрі жеңілдетеді. Олар футболшының келісім шарты 28 жылға дейін жарамды екенін жақсы түсінеді. Сондықтан бұл олар үшін тиімді трансфер болмақ. Айтпақшы, 15 наурызда Қазақстанда референдум болып жатқанда Барселонада да сайлау науқаны өтті. Дауыс беру нәтижесі бойынша Жоан Лапорта 66% дауыспен қайтадан Блауграна президенті болып сайланды. Ал жеңіске жетсем, клубқа Мессиді қайтарам, үлкен революция жасайым деп жыртылған Виктор Фонт 30% дауыспен жеңіліп қалды. Алдағы күндері каталониялық клуб Ханси Фликпен келісім шартын ұзартады. Ал неміс маманы өз кезегінде Барселонаның бапкерлік мансабындағы ең соңғы клуб болатынын мәлімдеді. Европадағы футбол маусымы соңына таяп қалды. Бірнеше аптадан кейін біртіндеп чемпиондар анықтала бастайды. Чемпиондар лигасындағы ойындар да қыза түсті. Жаз жақындаған сайын трансферлік сыбыстар да көбейді. Осының бәріне хабардар болу үшін шетел бол арнасымен бірге болыңыздар. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.